Армысыз құрметті көрермен, Серікті арнасында Қазалы ауданының қорытынды жаңалықтары, студияда Рахат Рахымжан. Жаңа жыл қарсаңында Қызылорда қаласы мерекелік шамдармен жарқырап, ерекше сәнге бөленді. Облыс орталығында орналасқан басты шыршаның шамы жағылып, қала тұрғындары жаңа жылдық қуанышқа кенелді. Аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаевтың қатысуымен өткен мерекелік кеште ерекше сәттер мен жылы лебіздер айтылды. Жыл бойы жетістіктерімен көзге түскен жерлестеріміз салтанатты түрде басты шыршаның шамын жақты. Толығырақ бейнесюжеттен көрейік. Биылғы жылдың бас шыршасы дәстүрлі орталық алаңда емес, екінші жыл қатарынан қала әкімдігінің алдында орналасты. Арбат бойындағы ғажап архитектуралық фигуралармен жарқыраған шамдар қаланың келбетін өзгертіп, қаланың ажарына көрік қосты. Керемет әдемі көрініс қала тұрғындары мен қонақтарының жүрегін жаулап, ғажайып атмосфера сыйлады. Аяз ата мен Ақшақардың келуімен, ертегі кейіпкерлерінің қатысуымен кешкі саябақта серуендеген халықтың көңіл күйі көтеріңкі болды. Барлығы суретке түсіп, мерекелік көңіл күйге бөленді. Мерекелік шараға арнайы қатысқан облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев тұрғындарды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтап, жылы лебізін білдірді. Қазақ айтады, өткен жылға өкпе жоқ дейді, келер жылдан үміт көп дейді. Өткен жылға салауат айтайық, өткен жылы толайым табыстарға қол жеткіздік. Ал келесі жыл бұдан да табысты жыл болсын. Еліміз үшін бейбітшілік жыл болсын. Еліміз үшін табысты жыл болсын. Біздің өңіріміз үшін де қарышты даму жылы болғай. Қадірлі жерлестер, келер жылда барлықтарыңыздың отбасыларыңызға бақ береке, қуаныш, сіздерге ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілеймін. Өңіріміз, оның ішінде облыс орталығы Қызылорда қаласы бүгінгідей әдемі болып, әркез жайнай берсін. Мереке құтты болсын. Жаңа жыл жақсылығымен келсін. Бас шыршаны жағу мәртебесі өз саласында үздік атанған жерлестерімізге. Самбодан жасөспірімдер, жастар және ересектер арасындағы 6 дүркін ел чемпионы, жасөспірімдер арасында 2 дүркін Азия чемпионы, 2 дүркін әлем чемпионы спорт шебері Нұржан Тумурзаевқа, нөмірі 187-ші Мұстафа Шоқай атындағы мектеп-лицейдің 7-ші сынып оқушысы кенгуру лингвистік халықаралық сайысының Зерде республикалық ғылыми жобалар конкурсының жеңімпазы Аяулым Әбдіқадырға берілді. Суық ауа райына қарамастан қала тұрғындарының көңіл күйлері көтеріңкі болып, шыршаны көру үшін үлкеннен кішіге дейін жиналды. Барша қазақ еліне мерекелік тілектерін жеткізді. Осы жыл табысты жыл болды, өткен жыл. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Қаламыз көркейіп жатыр. Биыл көптеген жұмыстар жасалыпты қаламызға. Бала-шағамызбен шырша көруге келіп тұрмыз. Келе жатқан жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Өткен жылға өкпе жоқ, жаңа жылдан күтер үміт көп. Барша қызылордалықтарды жаңа жылда жаңа деммен қарсы алуға шақырамын. Мерекелік шара қызықты концертпен жалғасын тапты. Айсұлу Әбді, Динара Қыдырбай, Аружан Төреғали сынды жергілікті өнерпаздар кеш қонақтарына өз өнерлерін паш етті. Рахат Рахымжанов, Шәкәрім Жұмағұл, Серікті арнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазалы ауданы орталығы Әйтеке би кентінде де жаңа жылдық бас шыршаның шамы жағылды. Әсем безендірілген шыршаны көруге аудан тұрғындары мен қонақтары жиналып, жаңа жылдық көңіл күйге бөленді. Мерекелік шарада аудан әкімі өңір үшін атқарылған жұмыстарға тоқталып, келер жаңа жыл жақсылық пен тоқшылық жылы болсын деп ақжарма тілегін білдірді. Мерекелік кеш жаңа жыл кейіпкерлері Аяз ата мен Ақшақардың және түрлі ертегі кейіпкерлерінің ерекше қойылымымен басталды. Олар өткен ұлы жылымен қоштасып, келе жатқан жылан-жылын қарсы алды. Жалпы біздің ауданның бюджеті 24 жылдың басында 11 миллиард болатын болса, осы жылды 18,5 миллиард, яғни 70%-ға жуық өсіммен біз аяқтап отырмыз. Яғни осы 18,5 миллиард қаржыға келесі жылы үлкен жобалар жоспарланып отыр. Ең бастысы мынау келе жатқан жылан жылы жақсы жыл болсын. Мына сыр өңір үшін, ауданым үшін берекелі, табысты, жақсылығы мол жыл болсын. Әр отбасында жақсылығы мына ырыс несібесімен келсін. Құрметті ағайындар, әркім жаңа жылдан жақсы тілектер тілейді, өз үшін, отбасы үшін.
сол тілектеріңізді Алла тағала қабыл етсін. Тағы да жаңа жыл барлығыңызға құтты болсын. Салтанатты шарада шырша шамын жағу құрметі жас спортшы грэпплингтен Қазақстан чемпионы Бексұлтан Ерланұлы мен Мұстафа Матаев атындағы нөмірі 170-ші мектептің үздік оқушысы Әмина Жасұланқызына тапсырылды. 2, 3! Жаңа жылмен жарқырап, шам шырақтар жағылды. Құтты болсын! Мерекелік шырша түрлі түсті шамдармен, ойыншықтармен безендіріліп, жиналғандар болса жаңа жылдық көңіл күймен би-билеп, шаттыққа бөленді. Шара аудан өнерпаздарының концерттік бағдарламасымен жалғасты. Рахат Рахымжанов, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ арнасы. Тілімізді ұлықтайық. Осындай атаумен Қазалы аудандық қазақ тілі қоғамының ұйымдастыруымен жыл қорытындысы кеші өтті. Онда қазақ тілінің дамуына үлес қосып жүрген тіл жанашырларына құрмет көрсетіліп, арнайы сыйлықтармен марапатталды. Кеш шымылдығы ұлттық рухпен дәстүрді насихаттайтын сахналық көрініспен ашылып, лицей оқушылары жүрек тебірентерлік поэзия оқыды. Аудан әкімдігінің өкілі Ринат Тілеп мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруге үлес қосқан азаматтарды мерекемен құттықтап, алғыс білдірді. Осындай тілімізді ұлықтап, жас өскелең ұрпаққа насихаттау мақсатында осындай игі іс-шаралар ұйымдастырып отқан осы тіл қоғамдық бірлестігіне үлкен рахметімізді айтқымыз келеді, осы ағаларымызға, апаларымызға. Кеше тәуелсіздік мерекесі өтті, ол да құтты болсын. Келе жатқан жаңа жыл жаңа бақытымен, жаңа сәттісімен, жаңа болашағымен, жаңа бастамаларымен келе берсін, еліміз ілгерілеп, өркендей берсін, еліміз аман, тіліміз әрқашан тоғыр болсын. Рахмет. Артынша қазақ тілінің дамуына үлес қосып жүрген бірқатар тіл жанашырларына арнайы марапаттар мен құрмет грамоталарын табыстады. Марапаттарымыз құтты болсын. Мәдени шара аясында хор және вокалды топтардың әсерлі әндері орындалып, дәстүрлі және заманауи билер ұсынылды. Әжелер ансамблі мен мектеп оқушыларының қойылымдары кешке ерекше шырай берді. Марапат төрінен көрінгендерде осындай талантты жастар барда, қазақ тілі өлмейді, тек қарыштап дами бермек дейді. Өміршең болсын, тіліміз ұлғая берсін, жас ұрпақтар өзіміздің тілімізді, ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін ұрпақтар болсын, ұрпақтарымыздың бойына имандылық, тілімізге құрмет жалғаса берсін. Бүгінгі іс-шарада марапатталған барша әріптестерімді мерекемен құттықтаймын. Лайықты қызмет жасай берсін, тіліміз өркендей берсін, еліміз тыныш болсын. Биыл мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтуге бағытталған халықаралық қазақ тілі қоғамының құрылғанына 35 жыл толды. Бұл ұйым аудан көлемінде де көптеген маңызды жобаларға бастамашы болып келеді. Рахат Рахымжанов, Шәкәрім Жұмағұл, Серік ТВ арнасы. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Арнамыздан алыстамаңыз.